6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Сарбазын бастап, жауларын жасқа, асылып туған, арманы асқан, қаһарланса қаһарман, таудың өзін қопарған, халқын бастап қашанда, жеңістерге апарған. Қаһарланса қаһарман, таудың өзін қопарған, халқын бастап қашанда, жеңістерге апарған. Қаһарман. Әке, мына тас қандай үлкен? Иә балам, бұны қашап жазуға қанша уақыт кетті десеңші? Мұнда не жазылған? Бұл біздің күллі көк түріктердің шежіресі, төлқұжаты, тарихы. Сенен кейінгілер де ел басынан кешкен оқиғаларды біліп, мынау дархан дала бізге тиесілі деп, еңсесі осы алып тастай биік болсын деп орнаттық. Күлтегін. Әке, күлтегін деп жазылған. Күлтегін? Сенің қайсар да батыр ағаң. Ендеше саған тастағы жазудан бір үзінді айтайын. Тауғаштар елді қанат. Біздің бектерді жие-жие араздастырып, тау баурайындағы ауылдарға шабуыл жасап кетеді. Білге аға, жау елдің берекесін ал. Тезірек әскерді бастап, олардың сазайын беруге аттанайын. Күлтегін, тауғаштар таудан арқыра бағатын өзенге бөгет салып тастады. Сол себепті төмендегі ауылдарға су бармай, қуаншылықпен жұт жайлауда. Мына тоз-тоз болған елді сақтап қаламыз десек, дәл қазір аттануымыз қажет. Елді ойға көшірейік. Бәрін бір жерге жұмылдырып, азық түлік таратамыз. Ал тауғаштың жазасын көп ұзамай береміз. Қосымша әскер көмекке таңда жетеді. Олар бізге таңға дейін шабуыл жасау мүмкін. Менің бір ойым бар. Олар таңға дейін шабуыл жасамас үшін жаудың зәресін алайық. Әр сарбаз 10 оттан жақса, сол кезде біздің әскер қазіргіден 10 есе көп болып көрінеді. Табылған ақыл. Сарбаздарға хабар салайын. Тоқтай тұр батырым. Анау бөгеттің түбінде жаудың әскери қоныстары бар. Өзен арнасынан асып, бөгетті бұзса, жау әскері су астында қалар еді. Ана жаққа қараңдар. Көк түріктердің әскері әп-сәтте 10 есеге көбейді. Оларға сансыз әскер төгіліп келе жатыр. Не болды? Жаулар жақта адам жүр. Атыңдар. Тез, атыңдар. Ат.
еліміз үшін осындай тәуекелге бардық. Бірақ есіңде болсын, көзсіз ерлік жарға соғады. Ақыл қылышыңды қайрай түс. Біздің қолбасшылар мен сарбаздар соғыста отымды айла тәсіл қолданды. Қару жарақты, сауыт сайманды айрықша дамытты. Басы барды идірді, тізесі барды бүктірді. Ал мен аш халықты тойдыртуға, кедей халықты бай қылуға, аз халықты көп қылуға, тату елге жақсылық қылуға барымды салдым. Білге қаған, көк түріктердің билеушісі 683-734 жылдар аралығында өмір сүрген. Көне түрік елінің бірегей тұлғасы. Білге қаған інісі Күлтегінмен бірге елдің қамы, жердің тұтастығы үшін күрескен. Көшпелілер тарихында ұлы империяның іргесін бекіткен. Мұра боп қалған Архон Енисей таңбалы тастарының жазылуына себепкер болған қайраткер тұлға. Асыл боп туған, арманы асқан, қаһарланса қаһарман, таудың өзін қопарған, халқын бастап қашанда жеңістерге апарған. Қаһарланса қаһарман, таудың өзін қопарған, халқын бастап қашанда жеңістерге апарған.